Әкем мен анам мені туыла салысымен анамның баласы жоқ інісі мен келініне беріпті. Ата-анамның менен басқа екі ұлы болған. Ал асырап алған ата-анам менен кейін тағы бір туыстарының ұлын бауырларына басыпты. Өзімнің туған ата-анам туралы мектеп қабырғасында жүргенде жанашыр туыстарымның бірі жеткізді. Мен білмеген адамдай жүре бердім. Тек кейде оларға кетіп қалғым келетін кездері болды. Олардың тұрмыстары жақсы болатын. Ал асырап алған ата-анамның тұрмыстары онша емес. Онымен қоймай анамның келінінің тілі де ашты. Мені күні бойы отырғызбай жұмсауға бар етін. Екінші анамның сол қылықтарының арқасында мен өте көнбіс және үй тірлігінің барлығы қолынан келетін қыз болып өстім. Мектеп бітірген соң маған оқуға бара ғой деген адам болмады. Бірақ мен қалайда осы үйден құтылғым келіп, Алматы қаласына кеттім. Қолымда құжаттарымнан басқа бірнеше көліктен басқа ештеңке жоқ. Мектепте жақсы оқысам да, көзіме бірінші түскен оқу орындарының біріне құжат тапсыра салдым. Бағыма қарай техникумға оқуға түсіп кеттім. Сол жылы өзімнің туған ата-анамды да Алматыға көшіп келіпті. Арасында жай туыс ретінде оларға барып тұрам. Анам енді ғана асты-үстіме түсетін болды. Мен ештеңе білмейтіндей үндемей қайтам. Мұнда оқып жүргенде бір жас оқытушымыз маған арасында әзілдеп сөйлеп, кейде тоқтап қалымды сұрап қоятын. Мен оған мән бере қоймағам. Бір күні әлгі оқытушы мені киноға шақырды. Оқытушы ретінде оны сыйлап бір рет барайын, сосын бармаспын деген оймен келістім. Киноға бардық. Кинодан шығып жаяу келе жатқанымызда алдымыздан оның таныстары кездесе кетті. Жүріңдер, апарып салайық деп. Ағайым ол да жарайды деп келсе кетті. Келе жатырмыз, қаланың шетіне жақындағанда мен ағайыма біз қайда барамыз дей бастадым. Ағай, біздікіне деп жайбарақат отыр. Осылай көп уақыт өтпестен қаланың шет жағындағы бір үйдің алдына келіп тоқтадық. Ағай мені ертіп машинадан түсті. Үйге жақындай бергенде үй ішінен бірнеше әйел шыға келіп бізге қарай жүргенде ішім бір нәрсені сезгендей болды. Мені жетектеген күйі үйге кіргізіп, үй ішіндегілер менің басыма орамал салып үлгерді. Мен бойым кіші болса да қарулы қыз едім. Орамалды лақтырып, маңдайыма ешкімді жолатпауға тырыстым. Көз жасы аузымнан шығып жатқан сөздер біраз уақыт өтті. Бір кезде ағайым келді. Мені жатақханаға апар, соттатам, құртам деп бар білгенімді айтып жатырмын. Ал ағайым болса, ешқайда бармайсың. Бір нәрсе дейтін болсаң, өзіңді оқудан шығартып жіберем. Ал қазір тыныш қалсаң, оқуыңның қалған бөлігін реттеп, дипломыңды үйге әкеліп беремін. Тек осында тыныш қалсаң болды деді. Өзімнің артымда іздейтін адамның жоқ екенін білетін болғандықтан амалсыз қалуға келісімімді бердім. Ол айтқанында тұрып дипломымды қолыма ұстатты. Бірақ мені жұмысқа шығармады. Арамыз біраз жас болғандықтан көрінгеннен қызғанатын болды. Қызымыз дүниеге келді. Артынан ұлымыз туылды. Асыраған жеңге мені іздемеді де, керісінше өзімнің туған әке-шешем кеп тұратын болды. Қанша жерден туған болса да, олар жақсы көріп тұрса да, мен оларға еміреніп жақын бола алмадым. Өзіміз күйеуімнің жұмыс орнынан берген жатақхананың бір бөлмесінде тұрамыз. Оның бауырлары көп болды. Ауылдан келген туыстардың бәрі біздің үйге тоқтайтын. Өзі сол оқу орнының оқу ісі жөніндегі меңгерушісі болып жоғарылады. Бірақ мен 2 күннің бірінде таяқ жеймін. Бауырлары батып ештеңке айта алмайды. Бір нәрсе болса жұдырығын ала жүгіреді. Туған анам да ештеңке айта алмайды. Олар маған тек туыс ретінде ғана келеді. Осылай жүргенде туған анам ауырып аяқ астынан қайтыс болды. Ол кісінің орны сонда ғана білінді. Туғандығын білдірмесе де маған сүйеу болған екен. Әкем, анам қайтыс болғаннан кейін жас әйелге үйленіп кетті. Ол әйелі үйлене сала заңды түрде некеге тұрып, ақыр аяғында үйді сатып, аз бөлігін әкеме тастап, өзі көп бөлігін алып кетіп қалды. Ал әкем болса бірнеше жыл ұлдарының қолында жүріп, ақыр соңында қайтыс болды. Енді мен таза жетім болдым. Туған бауырларым мені іздемеді де. Күйеуімнің қызметі де жоғарылай берді. Бірнеше орта оқу орындарында директордың орынбасары қызметтерін атқарды. Қатал басшы, үйде де қатал әке, қатал күйеу болады.
Қала шетінен жер алып үй бастадық. Қызым 9 сыныпта, ұлым болса 7 сыныпта. Сол үйдің қабырғасын тұрғызып, шатырын жапқан жұмысшылар болды. Қалғандарын ұлымыз екеуміз жасадық. Қызым тамақ жасайтын. Осылайша қатал күйеудің арқасында 5 аспап маман болып шыға келдік. 2 жылда 2 қабатты жасап бітірдік. Қарап отырған күніміз болмады. Күйеуім жұмыста. Бірақ ұлымыз екеуміз бір жақсы сөз естімедік қой. Көңіліне бір нәрсе ұнамаса, мен таяқ жеймін. Бастықтың әйелі деген атым ғана. Үйдегі бар тірлік өзімнің мойнымда. Қонаққа шақырса, бастықтың әйелі болып киініп бара саламын. Үйде бітті, ойымыздағыдай болды. Қызым бой жетті, ұлым да ер жетті. Олар әкелері жоқта маған неге үндемейсің, осылай басындырып жүре бересің бе деп бастады. Тіпті бір көрші құрбым, мен үйден шықпай қалсам келіп қалымды сұрап тұрып, сен көрінбесең тағы бір кемпір қосақ болып жүрген шығар деп ойлаймыз, деп маған тиісіп кетті. Олай дейтіні мен аққұба болған соң таяқ жесем ұрған жері көгеріп, одан қызарып, одан сарғайып жүріп алатын. Соны меңзегені ғой. Қызымыз тұрмысқа шығатын күнде жетті. Қызым мен күйеу балам біраз уақыт бізбен тұрды. Күйеу баладан тартыну деген болмады. Қит етсе жұдырық ала жүгіреді. Бұрын үйден шықпайтын мен енді құдағимен кеттім деп кафеге барып тұратын болдым. Ол жақтан келсем есік тіліп қойып балаларға аштырмай қоятын болды. Осының бәрін ойлаймын. Өзінің мінезі жаман және менің іздейтін төркінім болмағандықтан шығар деп. Бүкіл туысы бізге жиналады. Құда жекжаттың бәрі бізде күтіледі. Қай кезде қонақ келсе де дастархан жайылы тұрады. Жеріміз үлкен болғандықтан бірнеше бөлмелер салып пәтерге беріп тастағанбыз. Олармен айналысу да менің мойнымда. Тіпті бір кездері телефонмен әйелдермен сөйлесіп отырып, жаным дегендерінде естідім. Сен менің сөйлескенімді тыңдадың деп тағы таяқ жедім. Сол аралықта ұлымыз да үйленді. Енді келіннің көзінше таяқ жеу басталды. Құрбыларыммен ол жібермесе де шақырған жерге бара беретін болдым. Өйткені бәрібір жейтінім сол таяқ. Қазір жоғары оқу орнында декан, жасы 50-ден асты. Бірақ өзінің әдетін қоя алмады. Қонақ кеткенше одан жақсы адам жоқ. Қонақ кеткен соң бір сылтау тауып қол жұмсайды. Бір күні басыма арам ой келді. Бәрібір сонша жылда жылы сөзге зар болдым. Мүмкін біреуді табармын, көңілім бөлінер деп. Бір қонаққа барғанда есебін тауып, бір жігіт ағасымен танысып, телефон номерімді беріп кеттім. Келбетті, отставкада, өзінің жеке кәсібі бар екен. Көп ұзамай хабарласып, мені шайға шақырды. Мен кешке шыға алмайтынымды айтып, күндіз кездестік. Кездесудің соңы қонақ үйге барумен бітті. Осылай 2 рет кездесіп, 3-ші рет кездескенде менің бүгін ақшам жоқ еді. Сен төлей салшы дейді. Мен әрине төледім, бірақ қайтып сөйлеспедім де. Бұл қылығым өзіме ұнамады. Уақыт баяғыша өтіп жатыр. Келін 2-ші балаға аяғы ауыр кезде тағы да оңбай таяқ жедім. Жылап жүріп ет қызумен ауылға баратын таксиге отырдым да кетіп қалдым. Сонша жылда 1-ші рет ол жақта кімге барарымды да білмеймін. Жасым 50-ге жақындағанда қанша жыл көрмеген баяғы өзіммен бірге асырап алған бауырымның үйінен бірақ шықтым. Енді үйге бармаймын деп шештім. Арада 2 күн өткен жоқ, келінім жылап телефон соғып тұр. Менің 2-ші балаға аяғым ауыр. Жерігім ұстап еш нәрсеге қарай алмаймын, үйге қайтыңыз деді. Үлкен баласы әлі 1 жасқа толмаған. Келінімді аяп үйге қайта келдім. Мұны көрген күйеуім қайта құтырып кетті. Үлкен қызым қазір, мама біздің қолымызға келіп тұрсаңызшы деп күнде хабарласады. Кішкентайынан әкесінің қылығын көріп өскен соң, олар мені ол үйге қалдырғысы келмейді. Мен қызымның қолына кетіп қалайын десем, елдің сөзінен, құда-құдағидан ұялып жүрмін. Олардың бәрі менің жағдайымды біледі. Бірақ ешқайсысы бетіме ештеңе айтқан емес. Жасымыз 50-ден асты. Күйеуімнің қызметі бар. Күйеу бала, келін бар, 4 немерем бар. Осылайша жасымыз 50-ден асса да 2 оттың ортасында жүрмін. Кімнен ақыл сұрап қалай шешім қабылдарымды білмеймін.